Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір бізде математика сабағы. Мен сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы құрама есептер Алматыға саяхат. Біз өткен сабақтарда құрама есептердің не екенімен танысқан болатынбыз. Ендеше бүгін біз екі амалдан тұратын есептерге талдау жасап, оларды шығару жолын үйренеміз. Ендеше тапсырмамызға көшейік. Мінекей балалар, бүгін біз математика сабағында Алматы қаласындағы хайуанаттар бағына саяхатқа шығатын боламыз. Хайуанаттар бағына өздерің барған боларсыңдар. Ендеше қазір есеп шығару сендермен бірге өте оңай боларына сенемін. Бірінші тапсырмамызға қарайық. Есептеп, хайуанаттар бағында жануарлардың әр түрінен нешеуі барын анықта. Алдымен дескрипторға көңіл аударсақ, бірінші өрнектердің мәнін тауып аламыз, екінші жануарлардың әр түрінің санын анықтаймыз. Мінекей балалар, хайуанаттар бағындағы балықтар, құстар, жануарлардың алдымен санын анықтауымыз керек. Ол үшін өрнектің мәнін тауып алайық. Өрнектің мәнін табу үшін әрине сенің көмегің қажет. Ендеше бірінші өрнегімізге көшейік. Бұл жерде 100-ден 3 пен 5-тің көбейтіндісін азайтып, және одан 2-ні азайтуымыз керек. Бұл жерде бірінші көбейту амалы орындалады, бұны біліп отырмыз. Екінші азайту амалы және үшінші келесі азайту амалы орындалады. Ендеше алдымен 3-ке 5-ті көбейтеміз. Неше болады балалар? 15 болады. Енді біз 100 санынан 15-ті азайтуымыз қажет. Қанекей, бұл жерде 10 ондықтан 5-ті азайтсақ 5 бірлік. Мына жерде 9 ондық қалды. 9 ондықтан 1 ондықты азайтсақ 85 болды. Енді келесі амалымыз 85-тен 2-ні азайтамыз. Яғни 5 бірліктен 2 бірлікті азайтсақ 3 бірлік, 8 ондықтың өзі түседі. Яғни бұл бірінші өрнегіміздің мәні 83 болды. Мінекей балалар, хайуанаттар бағында балықтардың неше түрі кездеседі екен? Дұрыс айтасыңдар, балықтардың 83 түрі кездесетінін біз есептеп таптық. Енді келесі өрнектің мәнін табайық. Бұл жерде бірінші бөлу амалы 27 мен 3-тің бөлінісі, екінші көбейту амалы 9 мен 4-тің көбейтіндісін тауып аламыз, үшінші қосамыз, сосын барып келесі қосу амалы орындалады. Міне біз амалдардың орындалу ретін анықтап алдық. Енді бірінші 27-ге 3-ті бөлеміз. 27-ге 3-ті бөлсек қанша болады балалар? Дұрыс айтасыңдар, 9 болады. Енді келесі көбейту амалын орындаймыз. 9 бен 4-тің көбейтіндісі әрине 36-ға тең екен. Енді келесі қадам 55-ге 27 мен 3-тің бөліндісі, яғни 9-ды қосып аламыз. 55-ке 9-ды қоссақ, бірліктен бірлікті қосып алайық. 9-ға 5-ті қоссақ 14, 4-ті түсіп 1 ойда, 5 ондыққа 1 ондықты қоссақ 64 болады екен. Енді біз 64-ке келесі 9 бен 4-тің көбейтіндісі 36 болған, 64-ке 36 санын қосамыз. Қанекей бірінші бірлікке бірлікті қосып алайық. 4 бірлікке 6 бірлікті қоссақ 10 болады. 0-ін жазамыз, 1-і ойда. 6 ондыққа 3 ондықты қоссақ 9 ондық, ойдағымен 10 ондық. Ендеше балалар, хайуанаттар бағында құстардың 100-ге жуық түрлері кездесетінін біз мінекей есептеп таптық. Келесі жануарлардың түрлерін табу үшін келесі өрнектің мәнін табайық. Бұл жерде бірінші бөлу амалы орындалады, екінші көбейту амалы орындалады, үшінші қосу амалы орындалады. Солай емес пе балалар? Ендеше алдымен 20-ны 5-ке бөліп алайық. Бұны сендер есептеп отырсыңдар, әрине 4 болады. Келесі қадам 4-ті 9-ға көбейтейік. Неше болады балалар? 36 екен. Енді соңғы қадам 36-ға 38-ді қосайық. Бұл жерде 6 бірлікке 8 бірлікті қоссақ 14 бірлік, бірлік ойда, 3-ке 3-ті қоссақ 9, 6 ондық, ойдағымен 7 ондық болады. Мінекей балалар, біз хайуанаттар бағында жануарлардың 74 түрі бар екенін есептеп таптық. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмамызға көшейік. Бұл жерде бізге есеп беріліпті. Қанекей бұл есепті
не туралы екенін суретке қарап байқауға болады. Әрине бұл хайуанаттар бағындағы керік туралы екен. Хайуанаттар бағында керікті көрдіңдер ме өздерің? Әрине ол әдемі жан-жануарлардың біріне жатады. Ендеше есебіміздің шартын оқып көрейік. Аналық керіктің массасы 6 центнер. Аталық керіктің массасы аналығына қарағанда 2 есе ауыр. Ал төлінің массасы аталығынан 6 есе жеңіл. Керік төлінің массасы неше центнер? Бұл жерде есептің шартына қарасаңдар, аналық керіктің массасы белгілі екен. Ендеше шартына жазамыз. Аналық керіктің массасы 6 центнер екені белгілі. Келесі, аталық керіктің массасы аналығына қарағанда 2 есе ауыр. Аталық керіктің массасы белгісіз әрине, бірақ 2 есе ауыр. Неден 2 есе ауыр? Аналық керіктен. Енді келесі төлінің массасы, яғни төлі бұл жерде белгісіз, бірақ 6 есе жеңіл. Неден жеңіл? Аталық керіктен екен. Ендеше біз есепті шығару үшін алдымен шешуін жазып алайық. Ендеше балалар, аналық керік 6 центнер болса, аталық керікті тауып алу үшін 2 есе ауыр десе, қандай амалды қолданамыз? Мінеки балалар, біз 6 центнерге 2 есе ауыр дегендіктен көбейту арқылы аталық керіктің массасын табамыз. Яғни аталық керіктің массасы 12 центнер екен. Енді бізде келесі төлінің массасын тауып алуымыз керек. Ал төлінің массасы аталық керіктен 6 есе жеңіл дейді. Есе жеңіл десе қандай амал қолданатынымызды біліп отырсыңдар. Әрине бұл жерде 12-ні 6-ға бөлеміз. Сонда кішкентай керіктің төлінің массасы 2 центнер екен. Мінеки балалар, жауабында есептің жауабын қазір жазамыз. Төлі 2 центнер екенін біз мінеки таптық. Міне балалар, бұл қандай қызықты есепті біз сендермен бірге есептеп шығардық. Балалар, келесі біздің 4-ші тапсырмамызда осы хайуанаттар бағындағы жан-жануарлар туралы екен. Алдымен мен сендерге есептің шартын оқып берейін. Ең ірі қолтырауынның ұзындығы 7 метр. Бұл теңіз піліне қарағанда 1 метрге ұзын. Ал көк киттің ұзындығы теңіз піліне қарағанда 5 есе ұзын. Көк киттің ұзындығы неше метр? Ендеше балалар, есептің шешімін тауып алу үшін алдымен шешуін жазып алайық. Бірінші бізде қолтырауынның ұзындығы 7 метр. Ал енді теңіз пілінің ұзындығын тауып алу үшін осы қолтырауынның ұзындығынан 1 метр ұзындықты азайтамыз. Сонда 6 метр бұл теңіз пілінің ұзындығы екен. Мінеки біз теңіз пілін тауып алдық. Енді бізге көк киттің ұзындығын тауып алуымыз керек. Көк киттің ұзындығы теңіз пілінен 5 есе ұзын. Ендеше осы теңіз пілінің ұзындығынан 5 есе ұзын дегендіктен 6-ға 5-ті көбейтеміз. Сонда 30 метр. Бұл көк киттің ұзындығы. Мінеки балалар, біз бүгінгі сабақта көк киттің ұзындығын оңай жолмен тауып алдық. Ендеше есептің жауабын жазайық. Көк кит 30 метр екен. Мінеки балалар, жарайсыңдар. Бұл тапсырманы да өздеріңнің көмектеріңмен тезірек есептеп болдық. Ендеше балалар, бүгінгі біздің математика сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.